Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен тағы да мен Азамат. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мынау два, две, оба, обе деген сұрақ. Оны біздің оқырмандарымыз бізден сұраған болатын. Көбісі Инстаграмнан жазды, Ютубта жазды. Егер де сондықтан сіздерде де бір тақырып түсінбейтін болсаңыздар, міндетті түрде астына жазып кетіңіздер. Біз бүкіл пікірлерді оқимыз, қарап шығамыз. Егер де қандай да бір тақырып көп лайк жиналса немесе көп сұранса, сол тақырыпқа біз видео шығарамыз. Менің жанымда орыс тілінен филолог 5 мұғалім бар. Егер де қандай да бір тақырып сізге түсініксіз болса, астына жазыңыз, біз мұғалімдермен талқылаймыз, және сіздерге түсіндіріп береміз. Немесе мұғалімдер түсіндіреді, болмаса мен өзім түсінгенімше сіздерге түсіндіріп беремін. Сіздерде осындай бір ситуация болады. Мысалы, дүкенге барып тұрасыз да, 2 нан алғыңыз келеді. Сол кезде қалай сұрайсыз? 2 хлеба ма? Немесе 2 хлеба ма? Дайте 2 хлеба деп айтасыз ба? Айтсаңыз да не үшін айтқаныңызды біз көбіміз білмейміз, немесе 2 молока, 2 молоко деп, сол сияқты. 2 холодильника дейді, неге 2 холодильника емес. Оба молодцы дейді, немесе оба пришли, оба не пришли, обе рады деген сияқты, қандай да бір айырмашылығы бар. Біз қазақтарда әрине біздің тіліміз оңай, жеңілдірек. Біз 2 деп бас қатырмаймыз, 2 дейміз. 2 үстел, 2 адам, 2 бала, бізде ондай бір айырмашылық жоқ. Обе дегенде ол екеуде деген сөз, екеуінде жарайсыңдар, екеуде біз қатты бас қатырмаймыз. Ал орыс тілінде, орыс тілі бола ма, бәрі жеңіл болса. Әрине олар әр сөзді жаңа алдында айтып өткендей родқа бөледі, мужской, женский, средний деп. Соларға байланысты мына сөздерді бөлінеді. Егер де сіз род, средний род, женский родты білмейтін болсаңыз, міндетті түрде мына видеоны көріп шығыңыздар, мен сол жерде түсіндіргем. Мужской, средний, женский родтардың қалай аяқталатынын. Сондықтан егер де сіз родтарды білмесеңіз, мынаны сіз шатастыра бересіз. Мен сізге алдында айтып келгендей, родтарды міндетті түрде жаттап алыңыз. Түсінемін, іш пыстыртатын қызықты емес тақырып, бірақ орыстың көп тілдері соларға байланысты өзгеріп отырады. Окончаниясы болсын, бірге сұрасаңыз да осы родтарға келіп тіреледі. Егер де родтарды ажырата алмайтын болсаңыз, міндетті түрде мына видеоны қайтадан көріп, тыңдап, түсініп, қайтадан келіп мынаны көресіз. Егер де родтарды білсеңіз, онда сізге ары оп-оңай болады. Ал онда кеттік. 2, 2. Неге бір жерде 2, неге бір жерде 2, Бұл өте оңай. Мужской және средний родтарға жататын заттар немесе бір адам болсын, бұл яғни мужской немесе средний родқа жату керек. Мысалы, холодильник деген сөз келген, холодильник мужской род, яғни 2 холодильника болады. Мысалы, 2 ағайындалайық, 2 ағайынды дейміз біз орыс тілінде 2 брата, 2 ұл, 2 брата. Егер де 2 қыз болса, 2 сестры дейміз. Дүкенге барғанда дайте 2 хлеба деп айтасыз. Немесе дайте 2 молока деп. Өйткені молоко ол средний род, яғни 2. Хлеб мужской род, яғни у меня есть 2 брата, у нее есть 2 сестры, 2 подружки, 2 друга. Кейде, если часто дайте 2 булки хлеба деп айтады, үлкен кісілер. 2 булки хлеба. Булки бұл жерде хлебтен бұрын булки деген сөз тұр. Булка деген сөз ол женский род. Сондықтан 2 машина десек, машина деген женский род, яғни я купил 2 машины. Тағы да қандай сөз келтіреміз. Мысалы, телефон мужской род, яғни 2 телефона. Я купил 2 телефона. Женский род книга. Я купил 2 книги. Тағы да қайталап кетейік. Женский родқа жатқандардың бәрі 2. Мужской родқа жататын сөздердің бәрі 2. Дәл солай обе деп бөлінеді.